Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біз видео лекциямызды бастайық. Видео лекцияның тақырыбы бүгінгі өкілдіктің түсінігі, маңызы және қолдану аясы. Өкілдіктің түрлері, сенім хаттың түсінігі түрлері және талап арыз қою, талап арыздың мерзімдері және оның маңызы. Осындай жоспарды біз бүгін видео лекциямызда талдап өту керекпіз. Құрметті студенттер, сіздердің алдыңыздағы тұрған нені көріп, лекциямды тыңдауға сіздерді шақырамын. Так, бірінші қарайтын сұрағымыз өкілдік. Азаматтық айналымда негізінде өкілдік институты кең қолданады. Оған қажеттілік өкіл өзінің құқықтары мен міндеттерін орындай алмаған жағдайда ғана туындамайды. Басқа уақыттарда туындауы мүмкін. Мысал ретінде алатын жағдайда ауыр сырқаттаған кезінде, іс-сапарда жүргенде, немесе жұмыс бастығымен. Тағы да басқа өкілдік түрлері бар. Өкілдік қызметтерге өкілдің арнайы білімі мен тәжірибесі қолдануға, уақыт мен қаражатын үнемдеу үшін өте дұрыс келеді. Өкілдіктің көмегімен тек мүліктік емес, кейбір жеке мүліктік емес құқықтарда жүзеге асырылуы мүмкін. Өкілдік қатынасында өкілеттілік субъектілері үш субъектіне ажыратуға болады. Ол бірінші өкілет беруші, екіншіден өкілдің өзі және үшінші тұлға. Өкілет беруші түрінде азаматтық құқықтың кез келген субъектісі бола алады. Заңды тұлға немесе жеке азамат. Біріншіден, өкілдер негізінде толық әрекет қабілеттігі болу керек. Сонымен иемдену қажет ол. Екіншіден, заңды тұлғалар өкілдік қызметтерін өз мойнына алу керек. Үшіншіден, заң кейбір субъектілердің өкілдік қызметтерді орындау қатынасын бір қатар тыйым салуға құрайды. Азаматтық құқықта кез келген субъектісі үшінші тұлға бола алады. Сенім хат. Енді сәл сенім хаттың түсінігін айтып өтейік. Сенім хат ретінде бір тұлғаның екіншісіне үшінші тұлға алдындағы өкілеттілігі үшін берілетін жазбаша құқығы түсіндіріледі. Азаматтық кодекстің 167 бабының бірінші бөлігінде қарастырады. Көп жағдайларда сенім хат ерікті өкілеттің құқығын бекіту үшін беріледі. Егер ерікті өкіл жіберуші мен өкіл арасында келісім енбесе, сенім хат беру өзінің заңдық табиғаты бойынша бір жақты мәміле деп көрсетіледі. Басқаша айтқанда, сенім хат беру және оның заңдылық күшін иемдену үшін өкіл келісімдегі талап өтілмейді. Сенім хаттың мынандай негізгі түрлері бар. Олар бір реттік, бір-ақ рет беретін сенім хат, арнайы, нақты бір тек қана қызметті орындау үшін, ол нақты сол сенім хатта сол арнайы осындай қызметті орындау үшін деп беріледі. Және басты сенім хат. Басты сенім хатта негізі басқаша көбінесе кездесетін тәжірибеде ол генеральный сенім хат деп айтылады. Сол генеральный сенім хат арқылы көп іс-әрекеттерді жасауға болады, және оның да кей кезде мерзімі ұзақтау болуы мүмкін. Келісімге қарағанда сенім хат өкілдің сыртқы әсерін қамтамасыз етуге шақырылған. Үшінші тұлға сенім хатпен таныса отырып, өкілдің қандай артықшылығын иемденгенін сол жерден білінеді уже. Сенім хатқа ұсынылатын қандай талаптар болуы мүмкін? Біріншіден, сенім хат мәмілесінде ұсынылатын
барлық талаптарға сәйкес келу керек. Сенімхат құқықтық заңдылық әрекет жасауға ғана берілуі мүмкін. Өкіл жіберушінің еркін талапқа қалыптасып, сенімхатқа анық көрсетілуі тиіс. Заңды тұлғаларға берілетін сенімхат арнайы деп есептеледі, құқық субъектілігіне қайшы келмейтін мәміле жасауға ғана қатысты болуы мүмкін. Так, өкілдің жасауына рұқсат ететін мәмілелер уақытымен өкілдік деп айтылады. Өкілдік деп басқа адамның, және қайталап айтатын болсақ, өкілдік берушінің атынан бір адамның өкілдің сенімхатқа, заңдарға, сот шешіміне не әкімшілік құжаттарға негізделген өкілеттілік күшімен жасаған мәмілемізді айта аламыз. Бұл жақта тәжірибеде мысал рет келтіретін болсақ, ол жаңағыдегі туылғаннан өзі әрекетін, құқықтық қабілетін, әрекетін қамтамасыз ете алмайтын адамдарға беріледі негізі, немесе уақытша шектелген болса, осылардың немесе заңды сот шешімі не әкімшілік құжаттың ретінде уже өкілдік жасау мүмкін. Өкілдік берушінің азаматтық құқықтары мен міндеттерін тікелей туғызады, өзгертеді және тоқтатылады. Өкілдік институтының маңыздылығы сонда ол тұлғаға бір мезгілде бірнеше нарықта, оның ішінде шетелде жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Сондай-ақ істің көзін білетін, әрі ұйымдастыра алатын мамандардың тартуға қолайлы келеді деп айтуға болады. Іс-әрекеттердің бәрін өкіл арқылы істеуге бола бермейді. Кейбір келісім нелер тек қана адамның өзі тікелей жасау мүмкін. Заң бойынша кейбіреулер үшін оның өзі қатысу керек болады. Заңдылық әрекеттерді өзі ғана жасау керектігі заң айтылмаған немесе сол әрекеттердің сипатынан тумаған жағдайлардың бәрінде де өкілеттікке рұқсат беріледі. Мәселен, егер алатын болсақ, өсиет қалдыру адам ол ешқандай өкілет арқылы несие қалдырамайды, өсиет қалдырамайды. Өйткені ол сол жазып атқан өсиет қағазына тек қана тікелей өзі қол қою керек. Мысалы, тағы да келтіретін болсақ, некеге тіркеуде ол кезде де өздері нақты адамдар болу керек. Басқа тәжірибеден мысал келтіретін болсақ, ол лекция оқу, мысалы сахнада ойнау тәрізді. Өйткені ол жеке өзіндік міндеттерді орындағанда ғана, сол арқылы ғана өкілеттік осындай реттерде жүрмеді. Бұл мәселен 160-шы бабының 5-ші тармағында азаматтық кодексінде қарастырылған. Өкілдік институтының мазмұны субъектілер құрамы туралы ережемен айқындалады. Ол өз кезінде құқықтар мен міндеттердің пайда болуына, олардың мазмұндарына, қорғауына түрлерінде негізделеді. Аталған негізі элементтердің сипаты өкілдік ұғымы арқылы көрінеді. Өкілдіктің субъектілерінің құрамы олар 3 адамнан тұрады. Жаңағыдай айтқандай, өкіл беруші, өкіл және үшінші жақтан, үшінші тұлға. Өкілдік беруші өкілге іс-әрекеттерді жасауды тапсырып, тиісті сенімхат берген болса ғана, немесе өкіл өзінің қызметтерін, оның нұсқаусы немесе заңды тұлғаның құжаттары бойынша істейтін болса ғана, өкілдің іс-әрекеттері өкілдік беруші үшін құқықтар мен міндеттерді тудыра алады. Азаматтық құқықтың кез келген субъектілері құқықтық қабілеттілігі бар немесе жоқ адамға да, заңды тұлғада да өкілдік беруші бола алады. Ал азаматтық субъектілерінің бәрі бірдей өкіл бола алмайды. Өйткені кейбіреулердің оған деген несі құқықтық қабілеттілігі болуы мүмкін емес. Азаматтық жәндегі әрекет қабілеттігі тек қана бар кез келген тұлға, яғни азаматтар мен заңды тұлғалардың
өкіл бола алады. Мұны өзі алдымен азаматтың өзі 18 жасқа толу қажет. Соны заң бойынша көрсетіледі. Өйткені бұл жаста оған азаматтық әрекет толығымен тән деп есептеледі. Ал заңды тұлғалардың өкілеттілігі жарғымен айқындалған құқықтық қабілеттілікке ғана қайшы келмеуі тиіс. Үшінші жақ, азамат немесе заңды тұлға болуы мүмкін. Өкілдің онымен әрекетке түсуі нәтижесінде өкілдік берушінің азаматтық құқықтық қатынастарды белгіленеді, өзгереді және тоқтатылады. Өкілдік негізінде бір тұлғаның екінші тұлғамен өкілеттік бөлісу болып жатады. Мұндай өкілеттік болмаған және өкілеттік қатынасынан асыра пайдаланғанда екінші жақтың өкілдік беруші тұлғаның атынан жасалған мәмілесі жарамсыз болып табылады. Бірақ азаматтық кодекстің 165 бабына сәйкес өкілдігі жоқ болса, басқа бір адамның атынан немесе өкілеттілігі арасында пайдаланып жасаған мәмілесі өкілдік беруші осы мәмілені кейін мақұлдаған болса, сол ретте ғана ол үшін азаматтық құқықтар мен міндеттерді туғызады. Егер ол мақұлдаған болса, және туғызады, өзгерту мүмкін, және де мәмілені немесе мәмілені тоқтатуы мүмкін. Әрі өкілдік берушінің кейіннен мақұлдау мәмілені оны жасаған кезінен бастап жарамды деп есептеледі. Өкілеттіліктің туындығының негізі ол заң фактісі болып туылады. Заңда мынандай өкілеттің негіздері бар. Ол шартта немесе алдын ала келісімде көрсетілген өкіл ұстауға тілек білдірген өкілдік берушінің еркі. Одан кейін заңда көрсетілген фактілер, мәселен ата-ана өздерінің балдарының заңды өкілдерін бола алмайды. Әрі олардың құқықтары мен міндеттерін кез келген жеке және тұлғаларға алдында қорғай алады. Сондай-ақ балалар үшін сотта арнайы өкіл болып қатыса алады. Ол Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 164 бабында қарастырылған. Уәкілетті органның актісі тұлғаға өкіл болып қатысуға рұқсат беретін акт деп саналады. Мысалы, өкілеттік міндетті атқаруды талап ететін лауазымға тағайындауға өкілеттік, сондай-ақ өкілеттің бөлшек сауда жүйесіндегі сатушысы, кассир және тағы да басқа әрекеттер ол әрекет жасайтын жағдайында ғана көрінуі мүмкін. Азаматтық кодекстің 163 бабының 1 тармағында осы мәселені қарастырылған. Өкілдік заңды және ерікті деп бөлінеді. Екі түрге заңды және ерікті деп бөлінеді. Заңды өкілдік тікелей заңнан туындайды, әрі ол өкілдік берушіне еркіне қарамайды. Мысалы, теңіз жолы сауда кодексі бойынша кеме капитаны қызмет бабында жасалған мәмілеге байланысты кеме иесінің және жүк иесінің өкілі болып табылады. Жолшыбай не барған жерінде кеме иесінің немесе жүк иесінің өкілдері болмаса, жағдайда байланысты талап қою мәселесін өзі шеше береді. Кейбір мәмілелерге сондай билік етуі мүмкін. Шартта негізделген өкілдік ерікті өкілдік деп табылады. Мұның өзі өкіл берушіне еркіне байланысты болып табылады. Құрметті студенттер, біз осы қазіргі қарап отырған сұрағымыз бәрі неге өкілдікке қатысты. Жаңа денеде көрсетілгендей коммерциялық өкілді де бар бізде түрі,
ол кәсіпкерлер шарт жасаған кезінде, олардың атынан үнемі және дербес өкілдік етуші адам ол коммерциялық өкіл деп аталады. Өкілдің өкілеті көрсетілген жазбаша шарт негізінде ғана ол әрекет жасау мүмкін. Деп осы сұраққа қайтып не алмайтын болсақ, осындай әрекеттер заңды тұлғаларға байланысты. Енді, құрметті студенттер, екінші сұрағымызды көреміз. Сенім хат. Сенім хат дегеніміз бұл бір адамның сенім білдірушінің өз атынан өкілдік ету үшін екінші сенім білдірген адамға берген жазбаша уәкілеттілігі. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 160 бабының 1 тармағында қарастырған. Жеке жазбаша құжат, сенім хат бір жақты мәміле деп негізінде табылады. Бір жақты мәміле деп. Сенім білдірген тұлғаға сенім білдіруші атынан ол кәсіпорында болуы мүмкін, азаматта болуы мүмкін, қандай да бір іс-әрекеттерді құқық әрекеттерді асырауға құқық беретін, олардың өзара келісімімен куәландыратын құжат деп сенім хат аталады. Сенім хат мекеме атынан да, жеке адам атынан да берілуге болады. Ол мекеме атынан мәміле жасауға, материалды құндылықтар мен ақша алуға, немесе басқа да түрлі әрекеттерді жасауға сенім білдіріп құқық береді. Ресми сенім хаттар мекеме бланкісіне міндетті түрде рәсімдеу керек. Сенім хат мекеме атынан берілсе, арнауы бланкке жазылады. Мекеме басшысының қолымен оның мөрі болу керек. Егер сенім хат жеке адам тарапшан берілсе, сенім хат иесінің аты жөні, құжаттың аты мен нөмірі жазылып, қолы қойылады. Төменгі жағынан мекеме басшысының не нотариус сенім хат иесінің қолын растап, сол мекеменің мөрі тұру керек. Сенім хаттың мазмұндылық құрамдық жүйесіне төмендегідей нелерді жатқызуға болады. Ол құжаттың атауы, күні, айы қойылған, жылы, мекен жайы. Және сенім хат беруші туралы толық мәлімет болу керек. Оның аты жөні, мекен жайы, жеке куәлік номері. Сенім білдіретін тұлға туралы толық мәлімет болу керек. Оның аты жөні, мекен жайы, жеке куәлік номері. Алынған заттың атауы, егер ақша болатын болса, көлемі, саны да жазбаша түрінде көрсетілу керек. Қайтарылатын нақты уақыты, қайтара алмаған жағдайда шартты нотариалдық мекеменің мөрі болу керек. Сенім хат тағы қандай жағдайларда беру мүмкін? Сенім хат кез келген төлем түрлерін, атап айтқанда жалақы, жәрдемақы, стипендия, зейнетақы алу үшін, сондай-ақ затты корреспонденцияларды алу үшін, мүлікті ортақ пайдалану үшін, транспорт құралдарымен иемдену, мұрагерлік туралы куәлік алу үшін, тағы да көп осы азаматтық қатынастарды реттеу үшін басқа жағдайларда сенім хат берілуі мүмкін. Сенім хат бір дана болып таңдалмайды. Төлемақы алу үшін берілген сенім хаттардың жарамдылығы, төлемақы 3 ай мерзім болады. Мүлікті пайдалану үшін берілетін сенім хаттың мерзімі 3 жыл болу керек, және жарамдылық мерзімі жазбаша түрінде осы сенім хатта міндетті түрде жазылу керек. Келесі слайдқа келеміз. Келесі слайдқа келсек, енді жарамдылық бойынша айтамыз. Жарамдылық мерзімі жазбаша түрінде осы нақты сенім хатта жазылу керек. Бір адамның сенім берушінің өз атынан өкілдік ету үшін екінші адамға сенім білдірген берген жазбаша
сенімхат деп аталады деп айттық жаңағыде. Және сенімхатты пайдалану кезінде уәкілеттік және өкілетті деген терминдер ажырату білу керек. Уәкілдік дегеніміз өкілдік беруші атынан іс-әрекетте және қатынасуы, ал өкілдік беруші үшін өкілдің жасауға құқыл әрекеттерін шеңбер болып табылады. Заң жағынан қарағанда сенімхат беру бір жақты мәміле деп есептеледі. Яғни, бұл өкілеттікті беру үшін бір тараптың өкілдік берушінің ерік білдіру қажет және жеткілікті деп есептеледі. Сондықтан бұл өкіл келісім талап етілмейді. То есть бір жақты мәміле деп есептеледі. Екінші жақтың келісім қажет емес деп есептеледі. Заң сенімхаттың жазбаша түрін міндетті түрде сақтауына талап етеді. Сонымен бірге мәміле жасауға берілген сенімхат нотариалды жолмен куәландырылу сондай қазір талап етіледі көп жақтарда. Ол азаматтық кодекстің 167 бабының 2 тармағында қарастырылған. Сенім ауыстыру жөніндегі берілген сенімхаттың қолданылу мерзімді куәландырылуы ол негізі алынып берілген алғашқы сенімхаттың қолдану мерзімін аспау керек. Өкілдік беруші қайсы бір құқық өкілеттігін өкілге тапсырылады, оны мерзімін шектеп, белгілі бір уақыт аралығын көрсетеді. Сондықтан сенімхат әр кезде мерзімді құжат деп есептеледі. Азаматтық кодекстің 168 бабында сол бапқа сәйкес сенімхат 3 жылдан аспайтын мерзімге берілуі мүмкін. Негізі біз айтқанбыз мұның алдында сенімхат 3 айға да берілуі мүмкін. Егер ақша алу байланысты сұрақтар болатын болса, нақты мерзім жазылуы мүмкін 3 ай деп, немесе 1 жылға берілуі мүмкін. Ал ең үлкен мерзім 3 жыл. 3 жылдан артық мерзім сенімхат негізінде берілмейді. Так, екінші, сенімхаттың тоқталуы. Ол қай уақытта сенімхат тоқталуы мүмкін? Біріншіден, сенімхатта қарастырған мерзім. Жаңағыда айтылған, егер ақшаға байланысты болса, онда сенімхаттың тек қана 3 ай мерзімге беру керек дедік. Осы мерзім өткен болса, сенімхаттың уже күші жоқ деп есептеледі. Және осы көрсетілген сенімхаттағы екіншіден мәселелер шешілген кезде ғана сенімхаттың тоже мерзімі өтеді. Өкілге сенбейтін жағдайларда, кейбір кезде өкілге сіз бергенменен сенбейтін нелер туындалатын болса, онда сенімхатты тоқтатуға болады. Өкіл өз бетімен бас тартқан болса, сол кезде де сенімхат тоқтатылуы мүмкін. Бесіншіден, өкілдік беруші егер қайтыс болған болса, сенімхат тоқтатылу қажет. Немесе өкіл өзі қайтыс болатын болса, ол кезде де сенімхаттың мерзімі тоқтатылады. Өкілдің немесе өкіл беруші ақыл есі ауысқан болса, денсаулығына байланысты, кей кезде бір сырқатты болып қалуы мүмкін, жол апатына түсіп, ақыл есі тоқтатылуы мүмкін, комада жатқан болса мысалы. Және басты мекемелер жабылса. Егер сіз бір мекемеде қызмет жасау барысында сізге сенімхат берілген болса, онда банкрот болып жарияланған болса, немесе басқа себептермен мекеме жабылатын болса, онда сенімхат автоматически тоқталады деп есептеледі. Құрметті студенттер, енді қазір мен сіздерге тағы да бір презентация қосамын. Сол презентацияға бәріміз қарайық. Үшінші қарайтын сұрағымыз талап қою, оның ұғымы, талап қоюдың тақырыбы мен элементтері және талап мерзімдері. Талап қою.
үш түрлі құрамда бөлінген жағдайда ажыратуға білген дұрыс оның негізінде. Талап қою мерзімін айтатын болсақ, так, өтіп кеттік. Адам құқығын немесе заңмен қорғалатын мүдделерін бұзылғанын туындайтын талаптарын қанағаттандыру үшін бір мүмкіндік мерзім уақыт беру керек. Сонымен талап қою мерзім дегеніміз бұл заңда белгіленген мерзім. Яғни бұл мерзім өткеннен кейін мерзім өткеннен кейін төлеп талап ету құқығын жойылады. Басқаша айтқанда, құқықтық еріксіз жүзеге асыру мүмкіндігі жоғалады. То есть сіздер талап қойды 10 жылдан кейін осындай бір іс-әрекет болған еді, енді мен ол кісіге қапамын, енді мен осыған талап арыз жазғым келеді дейтін болсаңыздар, онда сіздерге талап арызды алмау мәселесін түсіндіру барысында осы талап қою мерзімі өтіп кеткені туралы сізге түсіндіріп беру қажет. Талап қою мерзімін қолдану өте қажет негізінде. Бұған бірсыпыра себептер бар. Бір жағынан, арада ұзақ уақыт өтіп кеткеннен кейін даулы құқықты анықтау сот органдарында қиын ол жұмыс. Екіншіден, қиын жұмысқа толдырады уже. Көп мерзім өтіп кеткен болса. Екіншіден, іс жүзінде ұзақ уақыт бойы болып келген қатынастарды бұзу шаруашылық жағдайына бір қатар іркіліс тудырып мүмкін. Тиімсіз салдарға тоже әкелу мүмкін. Талап қоюды реттеу нормалары өктем, императивті сипатта болады. Яғни, талап қойшылықты келісіммен өзгерте алмайды. Бекітілген талап қою мерзіммен оны есептеу тәртібімен бұрылмауға да жол негізінде заң бойынша берілмейді. Талап қою мерзімі жалпы және арнаулы болып бөлінеді. Жалпы және арнаулы. Талап қойдың жалпы мерзімі 3 жыл болып белгіленеді заңда. То есть, егер де сіз 3 жылдан кейін айтып жатырмын ғой, тағы осы кісіге талап арыз бергім келіп жатыр деген мәселен туылатын болса, онда сіздің талап арыз қою мерзіміңіз өтіп кетті деп есептеледі. Талаптардың жекелеген түрлері үшін заң құжаттары мен талап қойдың жалпы мерзіммен салыстырғанда қысқартылған немесе немқұрайлы ұзақ арнаулы мерзімдерге белгіленуі мүмкін. Мысалы, арнайы қысқартылған мерзімдер көлік заңдарға қаралған. Заңды талап мерзімдерінің арнаулы мерзімдері де қолданылады заңда. Мысалы, Азаматтық кодексінің 159 бабының 9-10 тармақтарда көзделген негіздер бойынша талап қою мерзімі зорлық немесе қорқытпал мәміле жасалып, сол зорлық немесе қорқыту тоқтатылған күннен бастап, не талап қоюшы мәмілені жарамсыз тану үшін негіз болып табылады. Өзгеде мән жағдайларды белгіленген немесе білуге тиіс болған күннен бастап 1 жыл деп саналады. Осы арада бір айта кететін жайт, ол шетелдерде талап қойдың жалпы мерзімдері ұзақтау негізі келеді шетелде. Талап қою мерзімдерін қойылатын қандай талаптар бар? Ол бірінші, бұл талаптар 187 бабында Азаматтық кодексінде қарастырылған. Біріншіден, заң құжаттарында көзделген басқа да реттерде материалдық емес, игіліктер мен мүліктік емес, өзіндік құқықтарды қорғауға туралы талаптарға. Екіншіден,
салымшылардың банкіге банктік салымдарды беру туралы талаптарына. Үшіншіден, азаматтық өміріне немесе денсаулығына келтірген зиянын орнын толтыру туралы талаптарға қолданылмайды. Алайда талап қою мерзімі өтіп кеткеннен кейін қойылған талап қойылған сол 3 жылдан асырылмай ғана өтетін мерзімден, сонда бұл талап арыз қанағаттандырылады. Егер мерзім өткен болса, онда бұл талап арыз қанағаттандырылмайды. Төртіншіден, егер меншік иесінің немесе өзге де заң иеленушінің өз құқығының кез келген бұзылу, иеліктен айыруға байланысты болмаса, олардың осы құқықтық бұзушылықты жою туралы талабына сәйкес. Бесіншіден, заң құжаттарында белгіленген ретте басқа да талаптарға қолданылмайды. Жоғарыда айтқанымыздай, жаңағы талаптардың тізбесі үлгі ретінде келтіріп отыр. Заң актілерімен бұдан басқа да талаптарға талап қою мерзіммен қолданылмайтын жағдайлар тәртіптелуі мүмкін. Так, ендігі слайдқа келетін болсақ, талап қою мерзімін есептелу. Қалай есептеледі? Біріншіден, талап қою мерзімін өтуі адам құқық бұзушылық туралы білген немесе білу тиіс болған күннен басталады. То есть мүмкін емес, қазір средства массовой информация бар, оның өзінің құқықтарын бұзылған туралы білу немесе есту күннен бастап мерзім саналады. Бұл 180 бабында, азаматтық бабында қарастырылған. Тап осы сәттен бастап жәбірленушінің әрі материалдық, әрі азаматтық іс жүргізу тұрғысынан талап арыз беру құқығы пайда болып туылады. Материалдық тұрғыдан алғанда талап ету құқығы дегеніміз белгілі бір азаматтық құқықты еріксіз түрде, яғни міндеткер жақтан ықтиярынан тыс орындату. Құқықты еріксіз түрде орындату тиісті сот арқылы алу әдісімен негізі жүзеге асырады. Айтқанменен өзінің құқығын сотқа арызданбай-ақ еріксіз орындайтын реттер болса, ол мысалы жүкті бермей ұстап қалып, тасымалдының арқасының сол жүктің құнын алатын болса, онда талап арыз берудің қажеті жоқ. Сонымен бұзылған құқықты еріксіз түрде қайта орындатуға заңның беретін мүмкіншілігі материалдық мағынасын талап ету құқығын құрайды. Бұл мағынасындағы талап ету құқығын сот арқылы қорғауға құқымен шатастырмау керек негізінде. Так, ендігі слайдқа келейік. Талап қоюдың түрлері. Ол қандай түрлері бар дедік? Біріншіден, іс жүргізушілік құқықтық жүктеу, оның негізінде іс жүргізушілік құқықтық белгілер жатады. Екіншіден, жаңа айтқандай, материалдық құқықтық белгілерге негізделген материалдық құқықты жүктеу болып табылады. Енді іс жүргізушілік құқықтық жүктеу талап қойды мазмұны бойынша, яғни талап етуші талап еткен сот қорғауға түріне байланысты құрылған деп есептеледі. Оның негізіне сот қорғамауын түрі жатады. Ал заң бойынша сот қорғауының барлық мүмкіндіктерін қамтиды. Ескірген сипатқа ие, сондықтан да азаматтық іс жүргізу құқығын теориясында негізгі маңызы бар деп есептеледі. Осы жүктеу бойынша талап қою арыздарды үшке бөлінеді. Ол біріншіден тану туралы талап қоюлар, тану туралы. Екіншіден меншіктеу туралы талап қоюлар. Үшіншіден құқықтық
қарым қатынастарды өзгерту немесе тоқтау бойынша талап қою деп есептеледі. Осының 3 түрін айттық. Енді ары қарай талап қоюдың түрлері слайдымен танысыңыздар. Ары қарай айтатын болсақ, талап қою мерзімін, өтуін, тоқтауға тұру, үзіліс және қалпына келтіру туралы сұрақты қарайтын болсақ, айталық заңда көрсетілген белгілі бір жағдайда сәйкес талап қою мерзімін тоқтатылды дегеніміз сол жағдайлардың алатын мезгіліне тең уақытта талап мерзімде созылуды болады. Ол басқаша айтқанда, осы жағдайда кеткен уақыт талап қою мерзімінің есебінде кірмейді. То есть, егер бір себептермен сіздің құқықтарыңыздың бұзғаныңызды білмейтін болсаңыздар, ол кезде мынандай жағдай болуы мүмкін, сіз больницада комада жатқан болсаңыз, немесе бір әрекеттермен басқа жерге кетіп, ол жерде бір апат болып, ешқандай жүйе арқылы, телефон арқылы, немесе средства масса арқылы сіздің құқықтарыңыз бұзылған туралы білмейтін болсаңыздар, онда сіз сол кейін білгеннен бастап, мысалы, құқыңыз 1 жыл болды бұзылғанса, сіз бірақ бір себептермен ауырып, сырқаттап, жазалмаған болсаңыз, немесе білмеген болсаңыздар, сол өзіңізге больницада келген күннен бастап сіздің құқықтарыңыздың бұзылғанын білсеңіз, немесе сол бір басқа жағдайда сол құқықтарын білген күннен бастап мерзім қайтадан басталады деп есептеледі. Сол күннен бастап сіз қайтадан талап қоюға беруге құқыңыз туылады. Енді азаматтық кодекстің 182 бабында төмендегі жағдайлар жатқызады. Мысалға, егер талап қоюға төтенше және бұл жағдайда болмай қоймайтын оқиға болатын болса, бой бермейтін күш сол кедергі жасаса, екіншіден, міндеттемелердің бұл түрін орындауға Қазақстан президентінің жариялауыменен кейінгі қалдыруына байланысты болса, мораторий деп айтылады, ол осындай жағдай болатын болса. Үшіншіден, егер талапкер немесе жауапкер соғыс жағдайында көшірілген әскери бөлімшелер құрамында болған болса. Төртіншіден, егер әрекет қабілеттілігі жоқ адамның заңды өкілі болмаса. И бесіншіден, тиісті қатынасты реттейтін заңдардың қолдануына тоқтатылуға байланысты тоқтатылады. Сол кезде тоқтатып, мерзім тоқтатылып тұрады. Одан кейін адам білген күннен бастап мерзім қайтадан есептеледі деп 3 жылға дейін, сол кезде мерзімдеріңіз бар деп есептеледі. Азаматтың өміріне немесе денсаулығына келтірген зияннан орнын толтыру туралы талаптар бойынша талап қою мерзімін өту азаматтың зейнет ақы төлемдерін тағайындауға және немесе жүзеге асыру туралы жәрдемақы тағайындауға тиісті ұйымдарға жолдану байланысты төлемдерді осындай жәрдемақыны тағайындауға бас тартылған дейінгі тоқтатылады деп есептеледі. Бұл азаматтық кодекстің 182 бабының 1 тармағында қарастырылған. Енді аталған жағдайлардың кез келген талап мерзімін соңғы 6 айның ішінде пайда болса, немесе бұрынғы қала берсе, онда тоқтатылып тұра алады. Егер бұл мерзім 6 айдан аспай талап мерзімін өтеу кезінде тоқтатылып тұру мүмкін. Бұл жағдай азаматтық кодекстің 182 бабының 2 тармағында негіз қарастырылған. Соңғы қарайтын сұрағымыз, талап қою мерзімі
біткеннен кейінгі қандай салдарға туылуы мүмкін? Талап қою мерзімі өтіп кеткен соң барып, талап қою соттың бұл талаптан бас тарту туралы шешім шығаруына негіз болады. Азаматтық кодексінің 186 бабының талап қою мерзімде біткеннен кейін міндеттемелерді атқару көрсетілген. Шын мәнінде талап қою мерзімі біткеннен кейін барып өз міндеттерін атқарған борышкердің немесе өзге де міндетті адамның сол міндетті атқарған кезінде талап мерзімін өтіп кеткен білмеген рет кездесуі мүмкін. Мұндай жағдайларда оның өзі атқарған нәрсенің қайтару талап ету құқығы жоқ деп есептеледі. Азаматтық кодексінің 186 бабындағы осы норма жаңалық болып табылады. Демек, сол арқылы талап қою мерзімін өтіп кету мүліктік салдарға айтарлықтай әсер етеді. Ендігі жерде азаматтық кодекс бойынша борышкер талап мерзімі біткеннен кейін міндетін орындай береді. Талап қою мерзім бітуіне қарамастан дебиторлық және несие қарыздарын ерікті түрде жабуға мүмкіндік сондай жол беріледі. Осыған сәйкес заңды тұлғалар талап қою тиісті несие берушілердің талап ететін қарыздарды мемлекеттік бюджеттік аудару сондай міндеттеменің құтылуы мүмкін. Сот өзгертілген талап қою талқылай отырып, жаңа құқықтарды тудырмайды. Керісінше талап етуші заң бойынша сот шешімсіз жүзеге асыруға мүмкін емес құқықтар қарым-қатынастарды өзгертуге, тоқтауға құқығын қорғайды. Бұл ретте екі жағдай болуы мүмкін. Бірінші жағдай ол құқықтық қарым-қатынастарды тек сот қана өзгертіп тоқтай алады. Мысалы, некені бұзу, ата-ананың құқығынан ажырату мәселелер бойынша. Екінші, сотқа жүгіну қажетті тараптардың бірінің құқықтық қарым-қатынасты өзгертуге немесе тоқтауға келіспеудің болып сату. Ол қандай әрекеттер болуы мүмкін? Сатып алу, сату келісімдерді бұзған болса, жалпы меншіктің бөлу және тағы да басқалар мәселелер болатын болса. Ал құрметті студенттер, осымен біз бүгінгі видео лекциямызды аяқтаймыз. Мына жақта қолданған әдебиеттердің тізімдері тұр. Сіздерге лекцияны тыңдағандарыңыз үшін назарларыңызға көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.